Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Параграф 37 қоректі заттардың тасымалдануы. Бүгінгі сабақта үйренетініміз заттардың тасымалдануын модельдеу білеміз. Заттардың тасымалдану барысын көреміз. Яғни көресіңдер өсімдіктердегі өткізгіш ұлпа. Жалпы қоректік және заттар дегеніміз ағзаның дамуына және өсуіне қорек қажет. Тамыр өсімдікті сумен және минералды заттармен қамтамасыз ететіні белгілі. Жапырақ өз кезегінде фотосинтез үдерісі кезінде қалыптасатын органикалық заттармен тамырды қамтамасыз етеді. Заттардың тасымалдануы қалай жүреді? Өсімдіктердегі су, минералды және органикалық заттар өткізгіш ұлпа арқылы өтеді. Бұл түсінікті шығар. Яғни қазір сіздер түсінбей жатқандарыңыз мүмкін. Өткізгіш ұлпа ол біз қазір өтеміз міндетті түрде. Ал жалпы мынау қорек және қоректік заттарды не екенін дәптерлеріңізде жазып алыңыздар. Және де мынау үш неге бөлініп тұр, мысалы ағылшынша, орысша, соларды жазып алсаңыздар, ертең жоғары классқа барған кезде мүмкін пайдасы тиіп қалатын шығар. Егер қорек және қоректік заттарды түсінбесеңіздер, міндетті түрде дәптерлеріңізді жазып алыңыздар. Сол кезде түсінулеріңіз мүмкін. Келесі, яғни ол өсімдіктің әртүрлі мүшелерін байланыстыра отырып, бір-біріне қоректік заттарды өткізу арқылы тасымалдаушы қызметін атқарады. Мысалға, су және минералды заттар өсімдік тамырынан басталған түтікшелер арқылы сабақтан сабаққа жапырақ және ең соңында оның әрбір жасушасына дейін жетеді. Бұл түсінікті шығар. Енді мынау суретке қарап біз бір мысалды келтірейік. Өсімдіктегі минералды, қызыл нұсқар және органикалық заттардың тасымалдану үлгісі дейді. Бұл жерде бізде гүл беріліп тұр. Ол жапырағымен, бұл бақ гүл, тамырымен беріліп тұр. Жапырақ саңылауы деген ол жапырақтың түйіні, яғни ортасында тұрған таяқшасы. Ал тамыр түтікшелері ол кәдімгі тамырдың кішкентай балапандар деп айтсақ болады, өсіп тұрған жіңішке таяқтары, тамырлары. Өткізгіш ұлпа дегеніміз мынау өзіміз түсіндірейік бұны. Мынау гүлдің сабағы, яғни өсіп тұрған, ол жерден ауа өтеді, су өтеді, сол. Ал түтікше дегеніміз ол мынау гүлдің беті. Түсінді дегеніміз. Келесі, органикалық заттар жапырақта түзіліп, өсімдіктің басқа мүшелеріне, тамырына, гүліне, жемісіне өткізгіш ұлпа арқылы тасымалданады. Яғни, бағана түсінбей жатқаныңыздар ғой. Өткізгіш ұлпа дегеніміз өсімдіктің барлық мүшелеріне қоректік заттарды өткізетін сопақша келген жасушалар тобы. Олардың жасуша аралық перделері мен қабырғаларында сүзгі тәрізді ұсақ саңылаулары болады. Мысалға, тәжірибе жүргізсеңіздер де болады. Бірінші тәжірибе, өсіп тұрған ағаш өскінін абайлап пышақпен кесіп аламыз. Оған мектеп жанындағы өсіп тұрған кез келген ағаш жарайды. Өскінің қалыңдығы 200 см, ұзындығы 5-7 см болсын. Өскінді қара сия немесе марганец ерітіндісі құйылған суға салып қоямыз. 5-6 күн өткен соң, яғни біз қазір не жасап жатырмыз? Түтікше және өткізгіш ұлпа арқылы заттардың тасымалдануы және тәжірибе жүргізіп көрейік. Яғни түтікше және өткізгіш ұлпа арқылы біз тәжірибе жүргізіп жатырмыз. Келесі, өсімдік сабағын көлденеңінен кесеміз. Яғни 5-6 күн өткеннен кейін өсімдік сабағын көлденеңінен кесеміз. Кесілген жердегі сабақтан боялған талшықтарды көреміз.
егер де әртүрлі бояу қосылған суға үй бөлмесінде өсіп тұрған традисканция, қынагүл және тағы басқалары гүлдің бір сабағын салатын болсақ, боялған судың көтерілгенін көруге болады. Яғни 93-ші беттегі суретіне қарайық. Яғни гүлдің бір сабағын салатын болсақ, яғни бұл гүлдің бір жаңағы таяқшасын салатын болсақ, сабағы, ол кәдімгідей жаңа өседі. Өсе келеді. Ал мына жаңағы 93-ші суреттегі өсімдік сабағы арқылы заттардың тасымалдануы деп тұр. Суреттегі модельге қарай отырып, суда еріген минералды заттардың өсімдік сабағы арқылы тасымалдануы қорытынды шығарамыз. Өз қорытындымызды айтып кетейік. Егер де сіздер әр не болуы мүмкін, мысалға ағаш сүрегі, ағаштың іші, ағаштың кесілген жері. Яғни сіздерге айтқым келетіні, яғни өздеріңіз бір тәжірибе, кішкентай тәжірибе жасасаңыздар да, оның өзі тәжірибе деп аталады. Мысалға, бір гүлді осы неге отырғызып, жаңағыдай соны су құйып, жаңа өсірсеңіздер, өседі кәдімгідей, ол мысалға біз үшін үлкен тәжірибе деп аталады. Сол сіздер де тәжірибе жасап көрулеріңізге ұсыныс беремін. Жалпы өсімдіктердегі заттардың тасымалдануы өткізгіш жүйелерінің көмегімен іске асады. Су және минералды заттар тамырдан түтікшелер арқылы қозғалады. Ал тамыр органикалық заттардың өткізгіш ұлпалар арқылы қабылдайды. Жануарлар ағзасындағы заттардың тасымалдануы тыныс алуы және ас қорыту арқылы жүреді. Адамдағы қоректік заттардың тасымалдануы қан тамырлары және лимфа жүйесі арқылы іске асады. Бұл жүйенің ең маңызды мүшесі жүрек. Бұл үдеріс туралы жоғары сыныптардағы биология сабағында оқып білеміз. Яғни, сіздерді бүгін тақырыпты түсінді деген ойдамын. Осыған орай сіздерге үй жұмысын бергім келіп тұр. Үй жұмысына сұрақтар беремін. Қоректік заттар өсімдік ағзасының ұлпалары арқылы қалай тасымалданады? Тірі ағзаның тіршілігіндегі зат тасымалдауының маңызын анықтаңдар. Мысал келтіреміз. Өсімдіктердегі минералды және органикалық заттардың тасымалдану жолдарын салыстырамыз, қорытынды шығарамыз. Енді сіздерді бүгін тақырыпты барынша түсіндірдім деген ойдамын. Сіздер де түсінбей шығарсыздар. Мысалға, ұлпа дегенде, түтікше дегенде, өсімдік дегендердің барлығын түсінді деген ойдамын. Егер де осы тақырып сіздерге ұнаса, міндетті түрде өз ойларыңызды да жазсаңыздар болады. Міндетті түрде келесі сабақта біз сіздермен талқылап, солай біз бірге ой шығарап, солай істейтін боламыз. Сіздермен болған мен Арай. Келесі кездескенше сау болыңыздар.